Армысыздар, ардақта ағайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде аман болай хабары әдеттегідей. Бүгінгі тақырыбымыз тамақ ауруларына арнап отырмыз. Сауалдарыңыз болса, байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 87282. Тамақ ауруларына байланысты бүгін сауалдарға жауап беретін біздің тұрақты сарапшымыз десек те болады. Елдарымызға қош келдіңіз. Терапевт, жалпы тәжірибелік дәрігер. Енді жалпы күз айларында, қыс айларында тамақ ауруы жаңағыдай өршиді, тіпті ыстық кезде де жаңағы салқын су ішіп қою деген сияқты, балмұздақ жеп қою деген сияқты кездерде, әсіресе 5 пен 15 жас аралығындағы балаларда тамақ ауруы өте жиі кездесіп жатады. Жалпы тамақ ауруларының түрлері, тамақ ауруы қалай басталады, оны қалай басқалардан айырамыз деген сауалдарға алдымен жауап берсеңіз. Қош көрдік, Жадыра ханым. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Енді тамақ аурулары, оның ішінде бізге жиі кездесетіні, балаларда жиі кездесетіні бұл ангинаны айтсақ болады. Яғни баспа. Халық арасында ангина, баспа деп қазақ тілінде айтып жатамыз, немесе медициналық тұрғыда танзилит деп айтсақ болады. Бұл негізінен жаңағы жедел қызудың көтерілуімен, жоғарғы температураның көтерілуімен және тамақта жұтынудың ауырсынуымен жүретін бактериялық немесе вирустардың әсерінен пайда болатын осы тамақтың ауруын айтамыз. Бұның негізгі екі түрін ажыратамыз. Жаңағы жедел танзилит және де созылмалы танзилитті ажыратамыз. Жедел танзилит жаңағы температураның 38-39, кейде тіпті 40 градусқа дейін көтерілуімен жүреді, іріңді асқынулар бар кезде. Және де тамақтағы ауырсыну, жұтынудың ауырсынуы, әлсіздік, бас ауруы, және де мойындағы лимфа түйіндерінің, яғни осы жердегі майда бездер деп айтамыз, лимфа түйіндерінің ісінуімен жүреді. Солмен жүреді. Ал созылмалы танзилит дегеніміз, яғни бұл жиі қайталанатын, жылына 3-4 реттен көп ауыратын болса, сирек жаңағы жұтынудың бұзылуы, жұтынудың ауырсынуы, бұл жиі мазалайтын болса, бұны созылмалы танзилит деп айтамыз. Ол жағдайда уже лор дәрігермен ақылдасып, оперативтік ем жолдарын қарастыру қажет. Енді елдарымыз айтыңызшы, бірден тамағымыз ауырған кезде барып тамағымызды тексертеміз, жаңағыдай дәрігерлер қарайды. Бірден ажыратуға бола ма, бұл созылмалы танзилит пе, жоқ әлде басқа да түрлері ма, жоқ әлде тек қана бұны қан талдамалары арқылы тапсырып, не болмаса жақпа арқылы алынған жаңағыдай анализдерден ғана байқай аламыз ба? Түсіндім. Бұны егер дәрігер қарап тексеретін болса, объективті қарап тексеру кезінде, яғни ауыз қуысын қарау кезінде ажыратуға болады. Міндетті түрде ажыратуға болады, бірақ мына көбіне катаральды ангина деп айтамыз, яғни тамақтағы осы бадамша бездерінің қызаруымен ғана жүретін. Бұл мынау ЖРВИ, яғни жедел респираторлы вирусты инфекция, тұмау деп жатамыз ғой, сол кезде де болады. Енді тұмау кезінде өзіне тән қосымша жаңағы мұрынның бітелуімен, жиі түшкірумен жүретін белгілері болады, соларды ажыратуымыз қажет. Ал былай анализ жаңағы талдамаларсыз анықтауға әрине болады. Енді ол анализдер бізге не үшін қажет? Ол бактерияның түрін анықтау үшін қажет. Бұл жердегі ең жиі шақыратын бактерия бұл бізде А тобындағы гемолиздік стрептококкты айтамыз. Осы жиі ең кездесетін. Және де одан кейін сирек түрде стафилококктар болуы мүмкін, микоплазмалар, кейде тіпті санаурғылақтардың әсерінен де болуы мүмкін. Бұл бактерия жаңағы жақпалар, яғни жаңағы себінді арқылы анықтайды ғой, қандай бактерия екенін. Бұлар жаңағы сол антибиотик тағайындау үшін қажет болып табылады. Стрептококк деп қалдыңыз, сонда тамақта стрептококк ауруының белгілерін қалай анықтауға болады? Оның да жаңағы дене қызуы көтерілуі бола ма, жоқ әлде жаңағы жөтелу бола ма деген сияқты осыны ашып айтып берсеңіз. Бұл стрептококкты инфекция сырттан келіп түсуі мүмкін бізге, немесе бұрыннан ауыз қуысында бар аурулардың, яғни толық емделмеу салдарынан, мысалға тістегі кариесті айтып өтсек, қарапайым, сол кариестің толық емделмеу салдарынан сол жерде инфекциялық ошақ пайда болады. Сол жерде инфекция стрептококк жиналады, одан кейін ол асқынуы тамаққа береді. Ол стрептококк немесе ауа тамшылы жолмен сырттан келіп түсуі де мүмкін. Және адамда иммунитет әлсіреген сәтте, немесе жиі сырттан бір суықтау, переохлаждение деп жатамыз ғой, сондай болған кезде осы асқыну береді, және ауыр белгілер сол кезде пайда болады. Рахмет, елдарымызға енді жалпы тамақ ауруының түрлеріне келсек. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, баспа, яғни ангинамыз, танзилит деп те медицина тілде айтуға болады деп айтып жатырсыз. Бірақ енді басқа да түрлері бар ғой. Мысалы, көп жиі ата-аналардан естіп жатамыз. Балам тәтті көп жеп қойды, ертеңінде жаңағы ларингит болды деген сияқты. Түрлеріне тоқталсаңыз. Ларингит дегеніміз енді сол көмейдің қабынуы, одан бөлек фарингит деп жатамыз, жұтқыншақтың қабынуы. Енді бұлардың барлығы осы бір
топтағы бактериялармен шақырылады. Жаңа жоғарыда атап өткен бактериялармен шақырылады. Жаңағы тәтті жегеннен кейін немесе қышқыл ащы зат жегеннен кейін болатын болса, ол көбіне жаңағы аллергиялық деп ажыратсақ болады. Ол жерде жергілікті ісінумен жүреді. Бұлай енді бізде жаңағы ангинаға халықта қарапайым қарайды көп кісілер. Оны енді жаңағы үй жағдайында өздері емдеумен айналысады. Бірақ ол негізінен қауіпті. Егер жаңағы жеңіл дәрежелі, мысалға бір 37-ге дейін ғана температура болса, бізде жеңіл қарауы мүмкін. Егер сондай және де жұтынуды ауырсыну болатын болса, дер кезінде дәрігерге қаралу қажет. Өйткені асқынулары қауіпті болуы мүмкін, түрлі аурулардың пайда болуымен жүреді. Енді жаңа өзіңіз де айтып жатсыз ғой, ангинаға жеңіл қарайды деп. Мысалы, халықтық ем жасап жатады. Жаңағы енді қарапайым тілде айтайықшы, тамағымыз ауырып бастаса, өзіміздің де балаларымыздың тамағы ауырса, бірден жаңағыдай ыстықтай су береміз, не болмаса жаңағы ларингит деп жатырмыз, ондай кезде біз жаңағы ингаляция жасаймыз деген сияқты, бірден алып, анықтамай жатып, осыны жасай беруге бола ма? Жоқ, енді ондай кеңес бермеймін. Себебі жаңағы тамағым ісініп тұр екен, ауырып тұр деп, жылы су ішу, жаңағы ыстық су ішу, немесе салқын су ішу, мысалға кейбір кісілер болады, мұз басып жатады, салқын су ішетін, ол организм үшін стресс. Ол стресстік жағдай бірден суық немесе бірден ыстық болатын болса, наоборот, ол иммунитеттің төмендеуіне алып келіп, аурудың одан әрі өршуіне алып келеді. Сондықтан бірден жаңа айтып өткендей дәрігерге қаралып, дәрігер нұсқасы бойынша негізінен бұл жерде көп жағдайда антибиотик тағайындалады. Антибиотик 5, 7, 10 күнге дейін тағайындалады. Яғни сол тағайындалған антибиотикті толық қабылдау қажет. Мысалға кей ата-аналар болып жатады, бізде енді практикада көреміз. 2-3 күн баласы жаңағы антибиотик қабылдағаннан кейін сәл жақсару болса, дәрі беру тоқтатып қояды. Ол өте дұрыс емес, өте зиян, және де оның асқынулары бұл жерде өте қауіпті. Ол бізде ревматизмге алып келуі мүмкін. Ревматизм дегеніміз, яғни жүрек қақпақшалардың зақымдалуы және буындардың зақымдалуы. Одан бөлек бүйрек ауруларының, бүйректің нефриттік аурулар, яғни гломерулонефрит, пиелонефрит секілді қабынулық ауруларын алып келуі мүмкін. Сондықтан дәрігер егер антибиотикті қанша күнге тағайындайды, сол күнге дейін толықтай ішу қажет. Балада жақсару белгілері болған жағдайда да. Ал енді мысалы 3 күнде жазылып кетті делік антибиотик бергеннен кейін. Бірақ одан кейін бере берсек кері әсерлерін тигізуі мүмкін бе? Жоқ, бере берсек болғанда антибиотик көп жағдайда 5 күнге, ең кемі 7 күнге, 10 күнге тағайындалады. Толық беру қажет. Енді антибиотиктің әрине кері әсерлері бар. Ол бірінші жаңа асқазан ішек жолдарында жаңа іштің өтуімен жүреді. Оған ол тарапта енді дәрігерлер міндетті 3 күнге де тағайындауға бола ма? Иә, 3 күнге де тағайындалатын антибиотик топтары бар. Яғни макролидтер деп айтамыз, жаңағы азитромицин секілді антибиотиктер, олар 3 күнге тағайындалады курс. Бірақ ол жерде міндетті түрде дәрігер тағайындау бойынша. Рахмет, Эльдар мырза. Сөзіңізді бөлсем, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тікелей эфирде. Сіз сәлематсыз ба көрермен? Біз сізді тыңдап отырмыз, сауалыңызды қоя берсеңіз болады. Сәлеметсіздер ме? Сәлематсыз ба? Мен ангина туралы сұрақ қояйын деп едім. Енді ангина деген кезде барлығымыз сол бірақ ангинаны білеміз де, бірақ ангинаның да түрлері көп екенін осы былтыр ғана білдім. Соның ішінде скарлатиновая ангина дейді. Қызым қатты ауырды, скарлатиновая ангина болып, бүкіл денесіне сып шығып кетіп, өте ауыр түрде өтті. Негізі қандай айырмашылығы бар осы ангинаның? Одан кейін оның температурасы 6-7 күнге дейін түспейді. Одан кейін 39-40-қа дейін көтеріледі. Түскеннің өзінде сол 38 температурамен жүреді. Дәрігерге апардыңыз ба? Иә, апардық. Жаңа антибиотикін бәрін іштік. Бірақ сол температурасы 5-6-7 күнге дейін ұстап тұрады. Түскеннің өзі сол 37-38 болады. Неге сондай ауыр өтеді? Бұл қандай түрі ангинаның? Рахмет сауалыңызға. Енді айтып өтсем, бұл скарлатина дегеніміз, яғни ол негізі басқа инфекциялық топтағы ауру. Бұл жерде ангина оның тек қосымша белгісі ретінде жүреді. Ол жердегі жаңағы танзилитпен, яғни тамақтағы қызару, іріңді асқынулармен ол қосымша жүреді. Сол үшін ол скарлатинаны біз ангинаның түрлеріне жатқызбаймыз. Жеке ол, иә? Ол жеке ауру, ол жеке инфекциялық ауру. Оны басқа, ол бізді желшешек жаңағы, қызылша деген сияқты. Сол топтағы ауруға жатқызамыз, өйткені ол жерде денедегі бөртпелердің, терідегі бөртпелердің пайда болуымен жүреді. Демек біздің көрерменімізде жаңа қатар келіп тұр ғой, скарлатина жеке шығып жаңағыдай. Скарлатинаның симптомдарының белгілерінің бірі ретінде қарастырылады ангина. Ал ангинаның негізгі өзінің катаральды ангина, лакунарлы ангина, фолликулярлы ангина, және де іріңді ангинаны айтсақ болады, және де асқынған жағдайдағы осы бадамша бездерінің маңында жүретін
паратонзилиярлы абсцесспен асқынуын айтамыз. Түсінікті. Елдар мырза, енді айта кетіңізші, мысалы жеңіл түрі де болуы мүмкін деп айтып жатсыз ғой, ангинаның қай кезде асқынып кетеді? Бірден жаңағыдай жұтына алмай жүр, мысалы бүгін жаңағы ауырмадық, ертең бірден асқынып кетуі мүмкін бе бұндай баспалардың? Енді жоқ әлде жайлап бастала ма, жаңағы бір күн ақын жұтын алмай деген сияқты? Негізіне енді көбіне бұл сол инкубациялық кезең болады. Жаңағы 7-14 күнге дейін созылатын. Ол бірден басталып қоймайды. Жаңағыдай біріншіден тамақта жыбырлау сезімінің пайда болуы. Оған енді көбіне мән бермей жатамыз. Жаңағы су ішіп жүре береміз. Одан кейін ол ауырсынуға апарады. Одан кейін уж температура көтерілгенде барып біз мән бере бастаймыз. Сол кездерде енді бұның қауіпті асқынуының бірі жергілікті асқынуы, бұл паратонзилиярлы абсцесстің пайда болуы, яғни іріңді қуыстың пайда болуы. Бұл кезде температура өте жоғары болады, 40 градусқа дейін барады. Ауызды аша алмауы да мүмкін, науқастар сөйлеудің бұзылуы, жұтынудағы өте қатты ауырсыну сезімдері. Бұл кезде уже лор дәрігерге қаралу қажет, себебі жаңағы абсцессті тіліп, іріңді қуысты тазалау секілді жұмыстар жасалынады ол кезде. Және де бұл кезде міндетті түрде антибиотиктік ем тағайындалады. Тек қана антибиотикпен емделеді дейсіз ғой? Енді көбіне бактериялық әртүрлі жақпамай жағып, жаңағы емдеп жатады. Не болмаса жаңағы өзіміз бұрыннан келе жатқан айтайықшы, люголя деп айтып жатамыз, сомен су деген сияқты. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын, біз телефон қабылдап алайықшы. Сәлеметсіз бе, көрермен, тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя берсеңіз болады, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыздар ма? Мен ангина жайында естіп отырмын да, жаңа менің ангинам негізі бала күнімнен бар. И көп шыға береді, кішкене суық ішсем. Соны мен 3 жыл болды, шықпай кетті, потому что мен халықтық емі басып тастайды ғой апаларшы. Сол бір апаға Алматыда барып басқызған, содан кейін шыққан жоқ. Жалпы халықтық ем дұрыс па ангинаға қолданған? Бірақ менде содан кейін шықпағасын, алдағы уақытта көп адамдарға соны кеңес беріп жүрмін да. Енді ары асқынып не болып кетпей ма? Біраз жылдан кейін шықса. Қазір енді жаңағы салқын су, балмұздақ деген нәрселерді жей бересіз ғой? Жесем де, бірақ бұрынғыдай шықпайды. Бұрын кішкене жесем, уже ертесіне температурам көтеріліп, ангинам уже ісіп, іріңдеп тұрады 2-3 күннен кейін. Қазір гной ондай ештеңе болмайды. 3 жыл болды, вообще ангина жоқ. Жақсы, сауалыңызға рахмет, көрермен. Жалпы халықтық ем бола ма деп жатыр? Түсіндім. Енді біз медициналық тұрғыда дәрігер ретінде оны дұрыс емес деп айтамын. Қарсымыз дейсіз ғой? Енді біз ондайға, себебі ол емдеу хаттамаларында көрсетілмеген, оның енді асқынулары болуы мүмкін, әрине. Ол жерде егер іріңді ангина болатын болса, ол іріңнің қанға араласып кетіп, жаңағы сепсиске алып келіп, қауіпті өмірге қауіпті асқынуларға алып келуі мүмкін. Сол себепті дәрігерге, оның ішінде лор дәрігерге, яғни оториноларинголог маманға қаралып, жаңағы айттым ғой, егер жиі қайталанатын болса, созылмалы тонзиллит деп жатамыз, бадамша бездерін алып тастау жөнінде оперативтік емге уже қарастыру қажет, егер қарсы көрсеткіштер болмаса. Елдар мырза, енді көрерменіміз айтып жатыр, апаларымыз басып берді, қазір бірнеше жыл болды жоқ деп, сонда ол басып бергеннен кейін бірден жаңағыдай миндалина дейміз ғой, нелер жоқ болып кете ма, әлде қалай болады? Жоқ, ол жоқ болып кетпейді. Ол сол моменттегі жаңағы, может, ол жерде катаральды ангина болды ма, жаңағы жергілікті ісінумен ғана жүретін. Ол енді соны как физикалық жүктеме ретінде сыртынан басып тұр ғой, физический нагрузка. Ол енді нақты оны енді айта алмаймыз біз оны. Мысалы, сіздерге пациенттер келе ма? Осындай баспам шығып еді, халықтық еммен емдедім, одан кейін қазір жоқ, енді бір тексеріліп қояйын деген сияқты. Әрине келеді ондай. Сіздер ондайға қандай кеңес бересіздер? Біз оларға жаңағы антибиотикқа сезімталдыққа, яғни бакпасев деп жатамыз ғой, бактериялық себінді тапсыруға жібереміз. Ол кезде мына тамақтан жағында алынады, тамақтан жағынға алынған кезде ондай келген тұрғындарда көп жағдайда біз сол бактерияны анықтап жатамыз. Оларда ол стрептококктық инфекция тамақта бәрібір сақталады. Ол толық емделмейді. Ол жаңағы халықтық ем жолымен баспа жасағаннан кейін, ол жергілікті сол уақытта кішкене ауырсыну басылады, соған не істейді, ал ол бәрібір тамақта инфекция сақталады. Ал тамақта инфекцияның сақталуы, жаңағы айтып өткен кеш, осы ангинаның кеш асқынулары дедік қой, ол ауырғаннан кейін 2-3 аптадан кейін, немесе бір айлардан кейін пайда болуы мүмкін, жаңағы ревматизмдік асқынулар. Ол жүрек қақпақшаларының уақыт өте келуі асқынуына,
бүйрек ауруларын алып келеді. Сол үшін жаңағы хабарласқан көрерменімізге айтар едім, сізге ары қарай талдама тапсырып, яғни жаңағы бактериалдық жағынды тамақтан жағынды алдырып, соны бактериалдық себіндіге жіберу қажет. Ол жерде тамақта себебі ангина жаңағы бактерия толықтай жойылмайды. Оның қалдықтары қалады. Сондықтан санация деп айтамыз, яғни тамақты толық тексерту қажет. Және де ауыз қуысын, тісті барлығын. Және сондықтан, яғни стоматологпен лордан бір кеңес алу керек. Жаңағы хабарласқан көрерменімізге. Барлығы байланысты дейсіз ғой енді. Енді елдарымыз айта кетіңізші, жалпы бірден жаңағы ота арқылы құтылып кетуге бола ма? Иә, жиі мазалаған жағдайда, егер 3-4 реттен көп ауыратын болса жылына, ота егер қарсы көрсеткіш, яғни басқа қосымша аурулар болмайтын болса, қарсы көрсеткіштер болмаса, алдырып тастағанда тұрған еш нәрсе жоқ. Дәрімен одан мүлдемге құтылуға болмай ма? Иә, жиі ауыратын болса, ол қайта-қайта организмге антибиотик қабылдағанда зиян, бір жағынан енді жанама әсері бар антибиотиктің де. Сол үшін, егер жиі қайталанса, лормен кеңес алып, лор дәрігермен алдырып тастаған, ол ешқандай зияны жоқ. Егер алдырып тастаған жағдайда уже кәдімгідей өмір сапасының жақсаруы байқалады. Рахмет елдарымызға. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Көрермен, тікелей эфирдесіз, саламатсыз ба? Өзіңізді таныстыра өтіңіз алдымен. Тыңдап отырмыз көрермен сізді. Сауалыңызды қоя берсеңіз болады. Саламатсыз ба? Менің сұрағым елдарымыздағы 14 жаста қызым бар еді. Тамағында ангина емес негізінде, бірақ та түсіп тұрады да, бір ақ нәрсе шығады постоянно. Сол үлкейеді да, сосын түсіп қалды да, бір жағымсыз иіс шығады. Оны қаратып едім, ол қалыпты жағдай деп айтты да, соны қалай өтуге болады? Мен сұрайыншы деп едім. Рахмет көрермен сауалыңызға. Жаңағы айтқан созылмалы тонзиллит болуы мүмкін. Және де ол жерде қоздырғыштар, жаңағы санроғлақтар болуы да мүмкін. Сол үшін бұл жаңағы енді бір анықтайтын сол жолы жағынды, бактериалдық себіндіге жағынды тапсырып, ол жерде қандай қоздырғыш барын қалыпты деп айтты деп тұр, дәрігерге қаралдық деп тұр. Көзбен қарағанда ол жерде жаңағы қызару болмауы мүмкін, бірақ ол енді ісініп тұрады деп тұр ғой қараған кезде. Және де жағымсыз иіс шығады деді. Сол жағымсыз иістің шығуы, ісініп тұруы жаңағы созылмалы тонзиллитке күдіктенеміз. Сол үшін жаңағы айтылған талдаманы тапсырып, және лор дәрігерден кеңес алу қажет. Тәжірибелі лор дәрігерден. Енді елдарымызды айта кеттіңіз ғой, жаңа ота арқылы жаңағы баспаға алдырып тастауға болады деп, иә? Тағы қандай жолдары бар алдын алу? Мысалы, үнемі біз жылы су ішіп, мысалы айтады ғой, балаларға үнемі жылы су беріп, кейін бір салқын су ішіп қалатын болса, міндетті түрде тамақ ауырып қалады деп. Алдын ала дайындауымыз керек па? Жоқ әлде мүлде біз жаңағы сусат ішпеуіміз керек па? Жаңа өзіңіз де айтып жатсыз, ол ағзаға бір кері әсерін тигізеді деп. Енді бала болған кейін балмұздақ жейді, жаңағы мұздай суды ішіп қоятын деген сияқтылар болып жатады ғой, иә? Тіпті балалар емес, үлкендердің де арасында ондайлар кездеседі. Бұндайларға қандай кеңес айтасыз? Енді бірінші кезекте бұл жаңағы иммунитетті көтеру қажет. Балаларға, енді бұл ауру өзі көбінесе балаларда кездеседі ғой, себебі оларда иммунитеттің толық қалыптаспауы салдарынан. Сол үшін иммунитетті, яғни толық қалыптастыру, балаларда ұйқыны дұрыстау, тағамдануды дұрыстау, және де витаминді комплекстерді қабылдау уақытылы, және де жаңағы айтып өткендей, енді балаларда көп жағдайда тісте кариес болып жатады. Сол тісті уақытылы емдеу, стоматологта қаралып тұру, бақылауда болу, және де жаңағы айтып өткен созылмалы тонзиллиттің белгілері болса, оны да уақытылы емдеу. Одан кейін жаңа сіз айтып өткен, біз жаңа балмұздақ жеу, көбіне ойлайды, жаңа жиі балмұздақ жесе содан болады деп. Ол көбіне сол иммунитеттің төмендеуінен, және сол уақытта организмде бұрыннан бар инфекцияның асқынуымен жүреді. Осы аурудың пайда болуына алып келеді. Мысалға мен өзімнің балдарыма да арасында қысты күндері болса да біз балмұздақ жегізіп тұрамыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ, арасында бір жегенге болады. Ол көбіне одан болмайды. Көбіне ол жаңағы ауа тамшылы жолмен, яғни ауру науқас адаммен контактта болған кезде болады. Енді балалар көбіне балабақшада, мектеп қабырғасында контактта байланыста болып жатады. Одан кейін егер сондай жұқпалы инфекцияның белгілері бар адамды байқасақ, маска тағып өз-өзін қорғау. Негізгі алдын алу жолдары. Енді рахмет, елдарымыз айтып отырмыз ғой, жаңағы тонзиллит, фарингит деп жатырмыз, иә. Көбінесе ата-аналар енді қазіргі кезде өте сауатты ғой, балаларды мысалы барлығын біліп отырамыз ғой. Жасанды интеллект бар қазір. Жаңағыдай ларингит болса, ларингит деп бірден дәрігерге бармай-ақ та үйден ем қабылдап жатамыз.
Бұл қаншалықты дұрыс? Мысалы, жаңағыдай кез келген ата-ана баласына жаңа жылы су беріп, антибиотик бергісі келмейді, деген сияқты. Дәрі бергісі келмейді. Жаңағы дәрігерге апаратын болсақ, міндетті түрде жаңағы антибиотик тағайындайды деп айтып жатады, үй жағдайында емдеу қаншалықты дұрыс, бұған дайындалып отырыңыз. Қазір біз телефон қабылдап алайықшы. Сәлематсыз ба, көрермен? Тікелей эфирдесіз. Сәлематсыз ба? Аға, мен мамандарға қоятын сұрағым бар еді. Хронический танзилит болған жағдайда оған удаление жасатып, кейіннен гландаларды удаление жасағаннан кейін қайтадан жұғып кету қаупі бар ма? Көрермен, өзіңіз жаңағыдай ота жасап алдырып тастадыңыз ба? Иә. Қазір енді мазаламайды. Қанша уақыт болды алдырып тастаған? Қазір мазалап жүрген жоқ, бірақ алдында бір рет ауырғанда енді қатты ауырды да, қызарып, қанап солай ауырды. Енді менде қорқыныш болып тұр да, қайтадан жұғып кету мүмкін бе хронический танзилит? Сіз ота жасағанда жаңағы миндалиналарды алдырдыңыз ғой, Иә. Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді ол егер бадамша бездері алынған болса, ол енді қайталанбайды деп айта аламыз. Себебі ол жерде енді без жоқ, бірақ жергілікті жаңағы өзгерістер болады. Катараль, яғни жұтқыншақтағы, аңқадағы қызару, ісіну, жыбырлау сезімді секілді енді жаңағы жедел респираторлы вирусты инфекция кезінде ол сезімдер болады. Бірақ таза осы бездің өзінде болатын асқынулар енді қайталанбайды деп айта аламын. Ол бірден алдырып тастадық, бірақ жай ғана аурулар бола береді, иә, жаңағы тамақта жыбырлау, жұтынудың бұзылыстары секілді, ол өткені ар жақтан жаңағы жұтқыншақтың асқынуымен, көмейдің асқынуымен қосымша жүруі мүмкін. Сол себепті ол симптомдар болуы мүмкін. Бірақ жаңағыдай тамақтың өзінде именно бадамша бездерде болатын бұрында мазалаған өзгерістер, шағымдар енді ол науқаста қайталанбайды. Елдар мырза, енді үнемі тамағымыз ауырып мазаламаса да, бадамша бездерін барып алдыртып тастауға бола ма? Кейін мүмкін жаңағы суық тиіп қалмау үшін, бұдан жаңағы асқынып кетпес үшін, өз еркімен ата-ана барып жаңағы баласына ота жасап алдырып тастай ала ма? Жоқ әлде бұл міндетті түрде жаңағы 2-3 айда бір ауырып тұратын балаларға ғана жасалатын дүние ме? Енді ол егер бадамша бездері ауырып, жиі сініп мазаламайтын болса, оны алдыртуға кеңес бермеймін. Әрине, ол енді ол безде өзінің атқаратын қызметтері бар. Олар зат алмасуға қатысады, баланың жаңағы иммунитеттік жүйесінің қалыптасуына қатысады. Сол себепті оларда егер шағымдар болмаса, шағымдар болғанда да ол бір рет ауырды екен деп алдырып тастамаймыз. Жылына 3-4 реттен осы маусым кезінде, яғни қыс айларында егер жиі мазаласа, мысалға айына 2 рет қайталайтын болса, 2 айда бір 3-4 рет қайталайтын болса, ол жағдайларда енді алдырып тастаған дұрыс. Ал егер шағым болмаса, онда кеңес бермеймін. Себебі ол бездердің де өзінің қызметтері бар, өзінің атқаратын міндеттері, яғни функциялары бар. Елдар мырза, жаңағы сұраққа қайта оралсақ, үй жағдайында емдеуге қалай қарайсыз? Мысалы, бірден дәрігерге ата-аналардың өздері де қорқып отырады ғой, жаңағыдай дәрігерге баратын болсақ, басқа да жаңағы ауруларды жұқтырып алуымыз мүмкін деген сияқты, үй жағдайында емдей береймін деген сияқты. Енді үй жағдайында емдеуге кеңес бермеймін. Себебі жаңа айтап өткендей, егер оның асқынулары болатын болса, ревматизм, бүйректегі асқынулар секілді, енді балаларда ол жүрек қақпақшаларының зақымдануына алып келеді, миокардит деп жатамыз, жүрек бұлшықетінің зақымдалуын. Сол үшін дер кезінде дәрігерге қаралып, тағайындама бойынша ем алу қажет. Ол жерде антибиотиктен бөлекте қосымша емдер тағайындалады. Жаңағы атап өткендей тамақты шаю, жергілікті спрейлер қолдану, ол жаңағы ауырсыну сезімін басу үшін, одан кейін ауыз қуысын шаю, және де уже дәрігер тағайындаумен антибиотик курсын толық қабылдау. Сол үшін үй жағдайында емдеуге кеңес беремін. Бірден жаңағы тамағымыз ауырып, немесе жұтынуымыз сәл қиындап жатса, бірден тұзды сумен, не болмаса ас содасы қосылған сумен шайқап жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді ең бірінші күндері мазалап жатса, осы тамақ ауру, тамақ жыбырлаумен басталып жатса, тұзды сумен шаю дұрыс деп айта аламын. Егер тұзды суды дайындай алмайтын жағдай болса, физиологиялық ерітінді деп айтамыз ғой, 0,9% натрий хлорид ерітіндісі кез келген дәріханада бар, соны алып, сонымен шайса да болады, сол ерітіндімен. Ол пайдалы, сол үшін тұзды ерітіндімен шаю, яғни үй жағдайында ол дұрыс деп айта аламын. Ешқандай зияндығы жоқ. Зияны жоқ. Әрі қарай уже жаңағы фурацилин секілді басқа қоспаларды уже дәрігер тағайындауын береді. Елдар мырза, енді танзилитті айттық, жаңағыдай.
Енді ларингитке біраз тоқтала кетсек. Ларингит деген көбінесе жаңа өзіңіз айтта кеттіңіз ғой, аллергиялық реакциямен белгіленеді деп. Мысалы, көп жағдайда аллергиясы бар балалар үнемі жаңағы зардап шегіп отырады. Бұның алдын алу үшін не істеуге болады? Мүлдем мысалы біз аллергиядан құтыла алмаймыз ғой, ол мысалы бір адамда болса, ол жаңағы өмірімен жалғаса береді. Ал осы ларингитқа тап болмау үшін не істеуіміз керек? Үнемі біз тәттіден жаңағыдай тәттіден алыстатуымыз керек па баланы? Жоқ әлде жаңағы балмұздақ жегізбеуіміз керек па? Суық су ішкізбеуіміз керек? Тіпті жаңа ащы заттардың өзінен де болады деп отырсыз, иә? Мұндай жағдайда не істейміз? Енді ол да жаңағы осы айтып өткендей, асқынулар осы қоздырғыштармен шақырылады, жаңағы стрептокок секілді, көмейдің қабынуы, ол жердегі жаңағы балаларда көбіне жөтелмен жүреді, себебі мынау жұтқыншақ көмей бөлігінде жыбырлау әсерінен салдарынан балаларда жөтелдің қосарланып жүреді. Енді бұның алдын алу үшін жаңағы атап өткендей, бұрыннан мазалайтын ауруларды толық емдеу. Яғни толық қаралу, ауыз қуысын, тамақ жұтқыншақ аймағын санация дейміз, яғни толық инфекциядан тазарту. Жаңағы айтып өткен бактериялық себінді секілді талдаманы тапсырып, ол жерде бактерия илмес қандай қоздырғыш анықталады, соны толық емдеу. Және де бала енді ауырған жағдайда да, жедел танзилит, жедел ларингитпен ауырған жағдайда оны толық емдеу. Баланы мектепке жібермей, төсек режимін міндетті түрде сақтау қажет. Себебі ата-аналар болып жатады, енді сабақтан алып қалады, бізге келіп анықтама аштырады, бірақ 2-3 күннен кейін жақсару болса, баланы далаға ойнауға шығарып жібереді, жаңағы сыртқа шығарып жатады. Ол бала кемі 5-7 күн үйде болу керек, бақылауда болу керек. 3-5 күндері дәрігерге міндетті түрде барып, қайта қаралудан өту керек. Себебі дәрігер аурудың динамикасын бақылайды. Сол үшін төсек режимін сақтау ата-аналарға міндетті түрде маңызды деп айтар едім. Бала үй жағдайында болу керек, организм, ағза толық демалу қажет. Сол тағайындалған емді толық қабылдап, осы жедел түрімен ауырған кезде толық емдеген жағдайда біз оның созылмалы процеске айналуының алдын аламыз. Енді бірден ларингит болған жағдайда ингаляция жасау үй жағдайында қаншалықты дұрыс? Негізі қазіргі кезде ата-аналар дәріханалардан жаңағы әртүрлі ерітінді, ингаляцияға арналған ерітінділермен өз еріктерімен дәрігердің тағайындауынсыз жасай береді. Бұның қаншалықты зияндығы бар? Ерітіндінің жаңағы мөлшері қанша болу керек деген сияқты, осы жөнінде айта кетсеңіз. Енді бұл ингаляция жасау дұрыс деп айтам, бірақ оны да дәрігер тағайындауымен міндетті түрде. Себебі ол жерде дәрігер баланың салмағына, жасына байланысты оны мөлшерін анықтап береді. Бұл жерде енді көп қазіргі таңда кең таралған ем жолы бұл. Бұлай пайдасы өте зор, жақсы. Себебі ол жаңағы ингаляция бұл әсерінен осы тыныс жолдарындағы ісінуді, жергілікті шырышты қабаттарындағы ісінуді басады. Соның әсерінен балада жөтелдің, тамақтағы жыбырлаудың басылуымен жүреді. Және де егер бронхитпен асқынған жағдайда жаңағы қақырықтың жеңілдетуіне, қақырықтың шығуының жеңілдеуіне алып келеді. Сондықтан оны дұрыс, бірақ енді дәрігер кеңесімен ғана. Енді тағы айта кеттіңіз, жаңағыдай халықтық ем деп жатырмыз, тіпті осы ингаляцияны әртүрлі жаңағы тұзды сулармен деп айтып жатамыз ғой, боржоми деп айтып жатамыз, осындай сулармен жасау қаншалықты дұрыс? Енді қаншама бізді ата-ана көріп отыр, қаншама солай жасап жүрген ата-аналарымыз да бар, Енді боржоми секілді тұзды ерітінділермен жасау оның ешқандай пайдасы жоқ деп айта аламын. Себебі ол дәлелденбеген. Олардың ешқандай дәлелдік базасы жоқ. Ол жерде жаңағы нақты осыған қолданылатын, енді атын айтсақ болады ма екен, бередуал, қазір кең таралған пульмикорд секілді дәрілерді атап өтсек болады. Бұл екі енді дәрілер көбіне дәлелдік базасы бар, сынамалардан, зерттеулерден өткен. Сондықтан осы дәрілерді қолданған дұрыс. Ал жаңағы боржоми секілді немесе жаңағы тұзды ерітінділер, физиологиялық ерітінділерді қолданғанның ондай бір әсері болмайды. Әсері болмайды дейсіз ғой, тек қана дәрімен дейсіз ғой. Тек қана жаңа дәрігер тағайындаған, яғни фармакологиялық зерттеулерден өткен препараттарды қолдану өзінің әсерін тигізеді, базасы бар өткені себебі. Бірақ көбінесе ата-аналардан естіп жатамыз, дәрігерлер осындай жаңағы боржоми деген сияқтымен тұзды жаңағы ерітінді сулармен жасау деп кеңес берді деп айтып жатады, Демек бұл жаңағыдай, бірақ дәрігерлік практикада қолданылады ғой. Енді бірақ мен өз практикамда қолданбаймын көбіне. Өз практикамда жаңағыдай дәлелді базасы бар препараттарды ғана қолдануды әрине кеңес беремін. Рахмет, Елдар мырза, тамақ аурулары жайында біраз ақпарат бердік деп ойлаймын көрерменге. Өзіңіздің айтарыңыз болса, қорытындылап хабарды аяқтасақ.
Құрметті көрермендер, енді ата-аналар, енді осы балаларда жаңағы жоғарыда атап өткен белгілер пайда болған жағдайда бірден дәрігерге көрініп, дәрігердің кеңесін алып, ауруды толық емдеу қажет. Себебі ангина ол жеңіл ауру секілді көрінгенмен, оның асқынулары балаға қауіпті болуы мүмкін. Яғни сіз бүгінгі таңда оны толық емдейтін болсаңыз, баланың болашақ өмірінің денсаулық сапасын жақсартасыз. Сол үшін жергілікті ауырсынулар болған кезде дәрігердің кеңесін алып, толық ем алып, емдеу дұрыс. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз, Эльдар мырза. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер, аман болайық.